Солтүстік қазақстандық полицейлер облыстық қауіпсіз жол жедел алдын алу шарасын қорытындылады. 10-12 қыркүйек аралығында өткен операция барысында жол қозғалыс ережелерін бұзудың 1000-нан астам фактісі тіркелді. Жедел алдын алу шарасының алғашқы күні-ақ тәртіп сақшылары жүк көлігінің жүргізушісін тоқтатты. Оның құжаттарын тексере келе жүргізуші куәлігінің жалған екендігі анықталды. 26 жастағы Петропавл қаласының тұрғыны өткен жылы көлікті мас күйінде жүргізген үшін жүргізуші куәлігінен айырылған. Қазіргі уақытта көлік айыппұл тұрағына қойылып, жүргізушіні қылмыстық жауапкершілікке тарту мәселесі қаралуда. На автодороге Челябинск-Новосибирск. Челябі-Новосибір тас жолының 535 шақырымында Скания автокөлігі тоқтатылды. Жүргізуші Петропавл қаласының 26 жастағы тұрғыны. Одан жалған жүргізуші куәлігі табылып тәркіленді. Аталған факті бойынша тексеру жұмыстары жүргізілуде. Қауіпсіз жол операциясы барысында облыс бойынша жол қозғалысы ережелерін бұзудың 1000-нан астам фактісі анықталды. Көлік құралдарын мас күйінде жүргізген 62 жүргізуші ұсталды. Осылайша бұған дейін көлікті мас күйде тізгіндеген үшін куәлігінен айырылған Audi 100 маркалы автокөліктің 45 жастағы жүргізушісін ұстады. Жүргізуші Бескөл ауылы жағынан жұмысшы кенті бағытында бақылау пунктінен өтіп бара жатқан тәртіп сақшысының тексеру жөніндегі заңды әрекетін елемей тоқтамай өтіп кеткен. Ол жасырынуға тырысқан, алайда Украина және Лермонтов көшелерінің қиылысында қолға түсті. Я управлял машиной в выпущенном виде, да. За мной гоняли по-украински, да, Лермонтова, да, гаишники, да. Гонялись, вот машину догнали, у него машина заглох. На повороте. Аталған факты бойынша Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 613 бабы 7 бөлімі бойынша материал жиналды. Бұл бапқа сай 20 тәулік әкімшілік қамауға алу қарастырылған. Самат Сапаралы, Ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.